Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін осындай мерекелік дастарханның сәнін келтіретін жасалуы өте оңай медальон салатының рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. Тауықтың төс етін домалақтап турап шығамыз. Керекті мөлшерін ғана турап шығамыз. Мен 7-8 штуканы турадым. Бұл рецепт бойынша менде бір үлкен тарелка шығады, немесе 2 кішірек тарелка шығаруға болады. Тауықтың еттерін маринадтап шығамыз. Ол үшін бізге паприка, тұз, чеснок және сұйық май барлығын қосып араластырып, тауықтың еттерін маринадтаймыз. Екінші жағында дәл солай маринадтаймыз. Және де бізге кукурузный крахмал қажет болады. Кукурузный крахмалды сеуіп шығамыз. Кукурузный крахмал етімізді жұмсартады. Екінші жағында дәл солай сеуіп шығамыз. 30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін барып пісіреміз. Салаттың көкөністерін дайындаймыз. Ол үшін бізге кабачок пен баклажан керек болады. Видеодағыдай домалақтап турап шығамыз. Кабачок пен баклажанды таңдаған кезде бірдей көлемде таңдасаңыздар, тарелкаға қойғанда өте әдемі көрінетін болады. Көкөністерді тауық етін маринадтағандай етіп маринадтаймыз. Дәл сол рецептпен маринадтаймыз. Тұз, паприка, чеснок және сұйық май. Араластырған кезде қолдың күшін салмай, дәл видеодағыдай араластырамыз. Және 30 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін барып пісіреміз. Көкөністерімізді қуырып шығамыз. Кез келген сковородканы пайдалансаңыздар болады. Бірақ дәл осындай гриль сковородканы пайдалансаңыздар, көкөністерімізге ерекше әдемілік береді. Қуырған кезде 1-2 минут ешқайда жылжытпаймыз. Бізге дәл осындай полоска алу қажет болады. Егер де жылжытып жіберетін болсаңыздар, полоскаларыңыз жоғалып кетеді. Сол үшін жылжытпаймыз, және де жартылай шикі болып пісу керек. Толық пісірмейміз. Артынша кішкене сұйық май қойып, тауық еттерін пісіріп аламыз. Ендігі кезекте салат жапырақтарын жақсылап жуып, кептіріп, осылай қолмен турап шығамыз. Мен премиум соусын пайдаландым. Егер де сіздерде премиум соусы болмаса, кәдімгі зәйтүн майын пайдалансаңыздар болады. Қолмен араластырмаймыз, дәл видеодағыдай араластырып шығамыз. Салатты ұсынған кезде кез келген жайпақ тарелканы пайдалансаңыздар болады, немесе мен сияқты осындай досканы пайдалансаңыздар болады. Рет-ретімен әдемілеп қойып шығамыз. Және де ең соңында осындай бальзамический гельді пайдаландым. Бұл салатқа ерекше әдемілік береді және ерекше дәм береді. Бетіне пармезан сырын теркадан өткізіп шығамыз, немесе кез келген сырды пайдалансаңыздар болады. Сіздерге ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.